Алматыға мадридтік Реал келді деп бәріміз шулап, сол Реалдың жанкүйерлерін көруге асығып, жалпы айтқанда сөздің ашығын айтайық, сол қайратты қолдау үшін емес, мадридтік Реалдың футболын көру үшін орталық стадионға жиналайын деп отырған жайымыз бар. Ойлап қоямда не деген халық болдық депші, мына жақта қайратың тұр, басын сүмірейтіп, себебі қолдау жоқ. Біз жүрмізді мадридтік Реал деп айқайлап. Жарайды, оны қойшы, осы ушудың кесірінен еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың керемет мәлімдемесін естімей қалған адамдар да бар шығар. Естімесеңіздер, мен айтып берейін, бүгін болмаса ертең көресіздер ғой. Жалпы еліміздің президенті айтты, Қазақстаннан деді, 5 темір жол дәліз өтеді деді. Ол Европаны Азиямен, Азияны Сібірмен, жаңағы Сібірмен орталықты, Сібірмен оңтүстікті, шығыспен батысты кәдімгідей қосатын темір жол. Яғни айтқанда, Қазақстанның тәуелсіздік жылындағы ең күрделі жобалардың бірі бопты бұл ағайын. Себебі бұрын соңды тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанға бұндай темір жол салынбаған. Осы орайда ол еліміздің кәдімгідей осы темір жолды құруға, жасауға атсалысқан бүкіл темір жолшыларды, құрылысшыларды алғыс айтып, соларға өзінің бір ішкі ілтипатын білдірді. Ризамыз ағайын, себебі мықты болам десең, экономикаң дамыды. А бұл темір жол өте дұрыс экономика.